Менің әңгімем сонау Қарадырдың бөктерінен бастау алады. Оның сыр сақтаған ну орманы, төбесі көк тіреген таулары, еркелеп ескен салқын желі. Бұл киелі жер менің мекенім. Міне, мынау саған. Қараңыз, көзін ашып жатыр. Құрмаш. Алғаш жарық дүние есігін ашқан сәтімнен ақ қамқоршым менің жан ашырым. Келе ғой. Асыр салып бірге ойнаған балалық шағымның айырылмас серігі. Мен осынау ғаламат әлеммен таныстырған алғашқы досым. Маған әлемде тек менімен Құрмаш қана бардай көрінді. Осылайша екеуміздің уайымсыз бақытты күндеріміз өтіп жатты. Бірақ әлгі түні айнала бейтаныс қара түнекке ұланды. Алайық, кім бар? Құмдар! Кетпесін, алдын ораңдар! Көксерек! Әйтсе де сол қара түнек менің жаныма жылы да жақын сезілді. Ызғарлы түн өмірімді күрт өзгертті. Айналамдағы тіршілікте суи бастады. Кім бірінші болады екен? Бұрынғы ойын күлкі, алаңсыз өмірім таусылды. Қара түнектен қалған жылу менің еріксіз мазамды алды. Бейтаныс бір орман жақтан мені өзіне шақырып тұрғандай сезілді. Қазір. Көксерек, таяқ ше. Әрбіріміздің осал жеріміз бар. Ал менің әлсіздігім ол ет. Шіркін, қарынның тоқ болғанына не жетсін? Бірақ бір қызығы, еттен жеп болған соң артынша таяғында қосып жейтінмін. Терісі сыпыру керек. Құрмаш, кет бұлай. Көке! Жібердейін саған жібердім. Тимеңіз оған! Тұр бұлай. Сол!
жалғыздық, өкпеге кірген ащы суық сүйекті сырқыратты. Ызғарлы желдің сырлы дауысы белгісіз бағытта бастап барады. Кенет әлгі ғажайып үн тағы да мені шақырды. Бұл кім? Не қылған жан? Мұндай ғажайыпты мен бұрын соңды көрмеппін. Иә, бойынан бір жылулық сезіледі. Бәлкім, мен ұзақ уақыт шақырып жүрген ғажайып үннің иесі де осы болар. Кеудем қуыс, қара түнек. Еш нәрсе сезілмейді. Тағы да әлгі дауыс құлағымнан кетер емес. Бұл ненің дауысы? Түсінер емеспін. Естілген сайын ішімді ашу мен ыза кернеп барады. Мүмкін алынбаған
кегімнің даусы болар. Қой деп саған, қой! Тезірек! Көзімді құртам! Енді түсіндім. Сонау түннен бері мені еліртіп шақырып жүрген ғажайып үн. Кіршіксіз таза табиғатымның, қайтпас қайсар айбатымның, еш нәрсе тең келмес еркіндігімнің үні.